Қолдан ұрықтандыру дегеніміз енді қазір барлық интернет жүйелерінде, барлық телевизорларда, жалпы барлық жерде өте жақсы информациялар жазылған. Бұл эко бағдарламасы жалпы баласы бола алмай жүрген жастарға арналған бағдарлама деп айтсақ болады. Жастар болсын, жалпы баласы жоқ келіншектерге, не болмаса жанұяларға. Бұл неден басталады бұл бағдарлама? Яғни ең бірінші пациент репродуктологқа келіп жазылу керек. Яғни пациент келген кезде біз ең бірінші оның анамнезін сұраймыз. Қанша жылдан бері болмай жүр бала, неге болмай жүр? Ол кісілердің де сұрағы сол болады. Неге менде бала жоқ деген? Мен 10 жыл бойы ана жақта емделдім, 5 жыл бойы ана жақта емделдім, 3 жыл бойы ана жақта емделдім деп. Сондықтан біз ең бірінші осы сұраққа жауап беруіміз керек. Яғни дұрыс диагноз қоюымыз керек. Кей жағдайда дұрыс дәл диагноз қойылмайтын жағдайлар да болады. Ондай жағдайлар енді жиі кездеседі деп айта алмаймын, бірақ келген пациенттің бәрін біз толық тексереміз. Неліктен бұл келіншекте бала жоқ? Неліктен бұл жанұяда бала жоқ? Соны тексергеннен кейін, егер де өздігінен көтере алмайтынына көзіміз жетсе, және пациенттің жасына қарап, қаншама жыл жүкті бола алмай жүргеніне қарап, соның бәрін ескере отырып, біз осы қолдан ұрықтандыруды ұсынамыз. Ең бірінші пациенттер, яғни ең бірінші неден өтеді? Бұл жаңағы репродуктологқа келіп қабылдауында болады ең бірінші пациент. Содан кейін репродуктолог ол кісіні толық тексереді да, қандай тексерулерден өту керек екенін жазып береді. Бізде денсаулық сақтау министрлігінің заңы бойынша әрбір пациентке арналған толық тексерулер бар, перечень обследований дейді, не болмаса, соны толық пациент өту керек. Соның барын өтіп болғаннан кейін біз жаңағы диагнозымызды қойып, содан кейін бұл пациент өздігінен көтере ала ма, көтере алмай ма, ол кісінің шансы бар ма, жоқ па, әлде осы эко бағдарламасымен жүкті бола ала ма, осыны біз қабылдауда болғанда толық шеше аламыз. Және айта кететін пациенттерге міндетті түрде, егер де 3 жылға дейін өздігіңізден бала болмаса, бәр жаққа қаралдыңыз, өзіңіздің поликлиникаңызға қаралдыңыз, барлық жерге қаралып, ешқандай нәтиже болмаса, міндетті түрде жақын жердегі, жақын қалалардағы, ірі қалалардағы репродуктологқа барып, міндетті түрде кеңес алыңыздар. 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 13 жыл үйлеріңізде отырмаңыздар. Ондай пациенттер жиі кездеседі әрине. Тек қана бір мазок тапсырып, УЗИ тапсырып, бәленбай жыл үйде отырған пациенттер бар. Олар кейіннен келіп жатады, бірақ жас өтіп кеткеннен кейін осы бағдарламаны жасаудың өзі үлкен қиыншылық тудырып жатады.